Сәлеметсіңдер ме, құрметті оқушылар? Ақпараттық коммуникациялық технологиялар сабағына қош келдіңдер. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы құжатты баспаға шығару. Компьютердегі ақпаратты шығару үшін қандай құрылғы қажет? Дұрыс айтасыңдар, принтер. Бүгінгі сабақта сендермен құжатты алдын ала қарау және дайын құжатты немесе суретті басып шығаруды үйренеміз. Ең алдымен сөздерді үш тілде айтып көрейік. Басып шығару, печать, принтинг, принтер, 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 көру, просмотр, view. Принтер ақпаратты компьютерден қағазға басып шығаруға арналған құрылғы. Принтер жүйелік блокқа USB шнур адаптер арқылы жалғанады. Егер де оны жүйелік блокқа жалғамасақ, біз құжаттарымызды шығара алмаймыз. Құжатты қағазға шығару үшін Word бағдарламасында құжатты жазып, файл батырмасын басып, печать батырмасын басамыз. Яғни баспаға шығару батырмасын басамыз. Одан кейін бізде мынадай терезе ашылады. Бұл жерде текущая страница деп тұрған батырмада беттің номерін көрсетеміз. Ал число копии деген батырмада құжатты неше дана шығару керектігін көрсетеміз. Дайын болған құжатымызды алдын ала қарау үшін файл батырмасын басып, предварительный просмотр, яғни алдын ала көру батырмасы арқылы суретті немесе құжатты шығармастан бұрын көре аламыз. Енді дұрыс сәйкестендірейік. Ең бірінші құжатты шығару үшін қай батырманы басамыз? Файл батырмасы, дұрыс. Екінші, печать, яғни басып шығару батырмасы. Үшінші, бет нөмірін және неше дана шығару керек екендігін көрсету. Төртінші, окей батырмасын басамыз. Енді мына сұрақтарға жауап беріп көріңдер. Құжатты қандай құрылғының көмегімен шығаруға болады? Дұрыс айтасыңдар, принтер. Құжатты қалай басып шығаруға болады? Файл батырмасы, печать батырмасы арқылы. Суретті алдын ала қалай көруге болады? Алдымен файл батырмасын басамыз, сосын алдын ала көру батырмасын басамыз. Жарайсыңдар, осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.